Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Майра Сауытбек қызы. Бүгінгі видеода табада пісетін, өте жұмсақ болып пісетін осындай торт жасайтын боламыз. Өте керемет болып шығады, міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен сгущенкамызды дайындап аламыз. Сгущенканың үстіне жұмыртқамызды саламыз және де жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың үстіне разрыхитель қосып, араластырып, осы біздің массамызға сала отырып араластыратын боламыз. Жақсылап қамыр шығаратын боламыз. Бізде қатты қамыр шығуы қажет. Қамыр қылып илегеннен кейін бөліктерге бөлеміз. Табаныңыздың размеріне қарай бөліктерге бөліңіздер. Менде табанның көлемі орташа, сондықтан да мен осы 8 бөлікке бөлдім. Осылай барлығын жасап, видеодағыдай жұқа етіп жаятын боламыз. Қатты жұқа қылмайсыздар, орташа қылып жаямыз. Сол кезде біздің тортымыз өте жұмсақ әдемі болып шығатын болады. Барлығын осылай жайып, топ-томалақ етіп, тарелканың көмегімен, болмаса сковородкамыздың көлемінде осындай тарелкамен кесіп алатын боламыз. Осылай қойып, жан-жағын артық жерін алып тастаймыз. Табамызды қыздырып, орташа отқа қойып, осы қамырымызды салып, екі жағын бірдей етіп пісіріп алатын боламыз. Бетін жауып қойыңыздар міндетті түрде, сонда өте керемет болып пісетін болады. Екінші жағын осылай аударып, тоже бетін жауып, пісіріп алатын боламыз. Ортасына жағатын кремін дайындайтын боламыз. Менде осындай ветпақпен творожный сыр бар, сонымен жасайтын боламын. Кез келген кремді қолдана аласыздар, қайнатпалы крем болмаса, басқа да заварной крем, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қолданатын боласыздар. Мінекей біздің корждарымыз дайын, ортасы сондай керемет болып піскен, міндетті түрде осылай пісіріп көріңіздер. Мінекей өте жұмсақ болып тұрып, енді корждарымызды жинайтын боламыз. Крем жаға отырып, бірінің үстіне бірін қойып, осылай жинап шығатын боламыз. Тортты өз қалауларынша енді сәндейтін боласыздар. Мен осылай жан-жағына жасыл кокостан септім. Және де бетіне қалған креммен әсемдедім. Сіздер де солай жасап қойсаңыздар болады. Өте әдемі, сондай керемет болып шығады.
Мінекей достар, біздің табада пісетін өте дәмді болып шығатын тортымыз дайын болды. Өте дәмді, сондай керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өйткені бізге бұл торт өте қатты ұнады. Ешқандай пештің көмегінсіз мінекей жұмсақ болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы рецепт бойынша жасап көрсеңіздер, дәмі молочная девочканың дәміне ұқсайды. Өте керемет болып піседі. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Және де достар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің арнама тіркеліп, астына қандай да бір рецепт күтетін болсаңыздар, комментарийге жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Және де мен осылай бетіне картинка қойдым. Лайк қойыңыздар. Және де 35 мыңдай лайк болуын, мінекей осылай қойып жатырмыз. 35 мың лайк болуын сіздерден күтем. Мінекей достар, сіздер де осылай жасап көрсеңіздер болады. Енді 35 мың лайктан дәмін көретін боламыз. Міндетті түрде сіздерге де кеңес беремін жасап көруге. Өте керемет, сондай жұмсақ болып шыққан. Отбасыларыңызға осылай тәтті тағамдармен қуантыңыздар. Сіздермен болған Келінка Майра Құлан.